Мұхтар емес, неге қорғансыздың күні, неге ғазизан тағдыр емес. Мұхтар Әуезов қорғансыз сөзіне бір ұлттың, халықтың жағдайын сипаттағандай. Ғазиза қазақ халқының бейнесі, Алақан халықты қанаушы. Әңгіме Күшікбай батыр кезеңінен басталады. Алыстан қарағанда арқалық, бұдыры жол, жалаңаш көруге аса көңілсіз. Жыл сайын қыс басынан қар бар, малға панасы жоқ. Оның бауырын мекен қылған ел көбінесе кедей болатын. Осы суреттеу арқылы елен жайы молы екенін көрсетеді. Батыр жайлы аңыз айтуының өзінің бір мәні бар. Күшікбай шешек ауруына шалдығып, төсек тартып жатқанда, сол кезде Күшікбай ауырып жатыр дегенді естіп, талайдан өшін ала алмай жүрген уақыттың бір батыры байлаулы тұрған қызыл бестіні тартып алып кетеді. Бұл батырдың халі Ғазизаның тағдырымен тым ұқсас. Екеуінің де қорғансыз жағдайын арсыздар пайдаланып, өз қарабастарына Ассалаумалейкум. Өзіңіз Жақып пен немереңіз Мұқаштың қазаның арты қайырлы болсын, иманды болсын. Doğumuz bilin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Lem yekun lahu kufuwan ahad. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah Teala, Müslümanın sunduğu öyle adam atamız ve kavanamızla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar altı beş şartı geniş bozun. Bilip bilmeyi sevip bunları göstereyim. Karla zaman söz olmasın. Niye Allah duamızı özü kabul etmesin? İmanlı olsun. Бұл кісі ахан, өз елінің болысы. Ағынан алым салуға барып, өз жұмыстарын бітіріп, үйіне қайтып келе жатқан кез еді. Менің есімім Қалтай. Жанынан біраз жыл жолдас болған, жанынан тастамайтын жолдас едім. Біздің хал жағдайымызды көріп біліп отырсың ғой. Біз жетім жесір қалған панасыз бейшарамыз. Барлық дүниенің тауқыметін арқалы қалған жас балам анау. Мен болсам сорнаған тілімнен, басқа түгім қалмаған, қайратым қайтқан. Bir ayağım törde, bir ayağım жерде отырған бейшара қол кептірмін. Екі көзін алып, Құдай мүгедек қылып қойған келінім анау. Өзіне күтушектерін қылып қойған бір сорлы бейшара. Әлі өтіп бері өтіп жүргенде, бейшара еді-ау деп есіне ала жүргейсіңдер. Айтып қойайын деп отырған жайым ғой. Күндердің күні болып біреудің зорлы, біреуден қорлы көріп отырғанда үстіне келсең, өзіңнің қырын қаларсың. Ең болмаса жылы сөзіңді аярсың. Сендердің сөздеріңді тастай салатын уақыттың баласы жоқ қой. Бұл арада отырған адам сияқты адам бар ма? Ұрғашы сияқты ұсақ. Қорыққанды ғана сыйлайды. Жақынымның өлгенінен 2 ай болды. Біреуі келіп қал жағдайымды сұраған жоқ. Жетім жесір деп қызығып бір нәрсе дәметіп тұрады. Мен сорлы балам өлгеннен соң көрген зорлығымды айтып отырған жайым бар, қарақтарым. Ya şеше, айтып отқаныңыз жөн екен. Ya, қолдан келсе көмегімізді аямаспыз.
Ғазиза не себепті әкесі мен ағасының бейітіне барып жан тапсыруды ойлады? Не себепті болған жағдайды әжесі мен анасына шайып салмады? Анасына, әжесіне айтқанмен олардың қолынан не келеді? Олар аханың алдында дәрменсіз. Автор Ғазизаны қайсар батыр етіп көрсетті. Ал ахан өз пайдасын ойлаған пайдакүн. Қалтай болса, жолдасының қасында жүрген